1957 жылдың жазында Мәскеуде 6-шы дүниежүзілік жастар мен студенттер фестивалі өтті. Оған әлемнің 131 мемлекетінен 34 мың адам қатысты. Темір перде ашылып, Кеңес одағының жастары шетелдіктермен еркін сөйлесті. Фестиваль нышандары Пабло Пикассо салған бейбітшілік гүлі мен бейбітшілік көгершіні болды. Фестивальді ел бойынша мыңдаған қыздар мен ұлдар қолдады. Олардың арасында Теміртау жастары да бар. 57 жылдың мамырында қаламызда өзінің жастар фестивалі өтті. Металлургтер мәдени сарайының алдында жаппай мереке, киім-кешек лотереясы және үрмелі мен халық оркестрлері ойнады. Айта кету керек, дүниежүзілік фестивальде Теміртау тұрғыны илемдеуші және белсенді азамат Базарбаев Тлеш те болды. Комитетінен берілген арнайы жолдама арқылы барды. 1957 жылдың қыркүйегінде дүниежүзілік фестиваль және оның бейбітшілік пен достық үшін үндеу құрметіне Теміртау көшелерінің бірі бейбітшілік даңғылы деп аталып кетті.